Вазелиннің сіз білмейтін 7 пайдасы туралы айтатын боламыз. Вазелин майын көбінесе ерін жарылғанда жағамыз, алайда вазелиннің одан да өзге пайдалы тұстары бар. Вазелин суда және спиртте ерімейді. Вазелинді тек медицинада ғана емес, металдарды коррозиядан қорғауда және электрикалық өнеркәсіпте де қолданылады. Ең тиімді тұсы, оны кез келген дәріханадан қолжетімді бағада алуға болады. Осы орайда вазелинді күнделікті өмірде қолданылар алдында пайдалы тұстарын айтуды жөн көрдім. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен үнемі бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Бірінші пайдасы: шаш бояу кезінде теріні қорғайды. Шаш бояу құлақ, мойын, маңдай терілеріне жұқса, кетіру қиын екенін қыздар қауымы жақсы біледі. Әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады. Сондықтан келесіде шаш бояр алдында теріңізге вазелин жағып алсаңыз, оған тиген бояудан тез құтыласыз. Екінші пайдасы: бет әрлеу сәтсіз шыққанда қолданыңыз. Макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездер болады. Сол сәтте бәрін жуып, басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып, артық тұстарын өшіріп тастауыңызға әбден болады. Үшінші пайдасы: кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, түнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрыңыз. Бір айда оң нәтижесін байқауға болады. Төртінші пайдасы: әтір иісі тұрақтылығы үшін. Сүйікті әтіріңізді теріде барынша ұзақ сақтау үшін құлақтың түбіне, білекке және басқа да әтір шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз. Сонда әтір суыңыздың иісі бойы жоғалмайды. Бесінші пайдасы: тері ауыру мәселесінде. Медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде қолданылады. Ал теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артынан теріңізге жақсаңыз, теріңізде оң нәтиже байқала бастайды. Алтыншы пайдасы: тұмаумен ауырғанда. Тұмауратып ұзақ ауырғанда мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәтте вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтыласыз. Жетінші пайдасы: сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Сырғаны біршама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлаққа ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.